Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді соуста скумбрия дайындаймыз. Ол үшін алдымен табамызды аламыз, май құямыз, сәбіз саламыз. Оны жақсылап қуырамыз 10 минуттай. Және де оның үстіне пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін оның үстіне блендермен езілген қызанақтарымызды саламыз. Оның үстіне қаймақ, қара бұрыш, орегано, лавр жапырағы және де тұз салып жақсылап араластырамыз. Үстіне скумбрияларымызды тіземіз. Оның үстіне 1 стакан су құямыз. Және де аздап тұз салып 20 минут бұқтырамыз. Осымен біздің скумбрияларымыз дайын. Мен гарнирге күріш алдым. Күрішті қалай езілмейтіндей етіп пісірудің рецепті керек болса, комментарийға жазып кетіңіз. Оның үстіне скумбрияларымызды және соусымызды құямыз. Осымен тағамымыз дайын. Скумбрия өте нәзік, өте дәмді болып шықты. Егер сізге рецепт ұнаса, сізде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма жазылып, егер видео ұнаса, лайк қоюды ұмытпаңыз.